Кешір қадірлі көрермен қауым, эфирде төрелік хабары. Ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына арнаған былтырғы жолдауында заңның үстемдігі орныққанда ғана еліміз әлеуметтік экономикалық дамудың даңғыл жолына түсетіндігін қадап айтты. Халық үніне құлақ асатын мемлекет шын мәнінде әділетті мемлекет, сондықтан азаматтардың мәселелерін тыңдап және көріп қана қою жеткіліксіз екенін атап өтті. Бұл тұрғыда ең бастысы дұрыс және әділ шешім шығарудың маңыздылығына тоқталды. Өйткені көп жағдайда азаматтардың қылмыстық жауапкершілікке негізсіз тартылып жататын жағдайларды кездесетінін атап өтті. Сондықтан елімізде өкілеттіліктердің ара жігі нақты ажыратылған үш буынды модель құру керектігі сол жолдауда міндеттелген еді. 1 қаңтардан бастап қылмыстық процестің үш буынды моделі енгізілді. Бүгінгі бағдарламада осы тақырыпты жан-жақты қозғамақпыз. Төрелік бағдарламасының студиясына Астрахан аудандық сотының төрағасы Дәулетияр Машраповты шақырдық. Қош келдіңіз. Дәулетияр Бөрбайұлы, жыл басында қолданысқа енгізілген қылмыстық процестің үш буынды моделіне тоқталып өтсеңіз, қандай өзгешеліктері бар? Әрине, бұл қылмыстық процестің үш буынды моделін бастапқыда осыдан 1 жыл бұрын президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев өзінің жолдауында көтерген болатын. Бұл үш буынды модель дегеніміз не? Бір қарағанда қарапайым халыққа үш буынды қылмыстық процесс моделі жүзеге асып жатқандай болып көрінді бүгінге дейін. Ол үш буынды: бірінші полиция, екінші прокуратура, үшінші сот. Осы қылмыстық процестің маңайында ең соңында нүктесін қоятын сотпен аяқталады. Президентіміз бұл мәселені неге көтерді? Бізде кеңес үкіметінен қалған айыптаудың деңгейінде ғана ары қарай азаматтардың оған кінәсінің бар жоғына да кінәсіздігін анықтауға тырыспайтын полиция өкілдері және прокуратураны солай деп есептеді. Өкінішке орай қарапайым халық сот жүйесінде сол айыптау органдарына қосып, кейде соттардан да сот талқылау өтіп жатқанда сотталушыға тағылған айыпты одан да жоғары қатаң жазаға, қатаң жазасы бар баптарға өзгерту туралы сұрайды. Міне соттың өзінен. Және соттың өзінен қаралып жатқан істі қайтадан тексеруге жіберуді сұрайды. Сот айыптау органдарына жатпайтындығын әсіресе қарапайым халық біле бермеді. Міне осы ара жігін ажыратылған, өкілеттіліктерінің ара жігін ажыратып, нақты ажыратып. Мысалға, полиция органдарының өзінің міндеті және жауапкершілігі нақты ажыратылған, прокуратураның нақты қандай шаруалармен қандай жауапкершілікті арқалайтындығы нақты көрсетілген, және сот жүйесінің нақты қандай мәселелерді шешетіндігін және жауапкершілігін ара жігін нақты ажыратылған осындай үш буынды модельді жүзеге асыру қажет болды. Жаңа өзіңізді атап өттіңіз, 2021 жылдың 1 қаңтарынан бастап заңдық күшіне енді. Ол туралы өзіңізге белгілі. Заңнамаларға 2020 жылдарда өзгерістер енгізілген болады. Сол өзгерістердің барлығының заңдық күшіне енуі 1 қаңтардан басталды. Жаппай көшіп кетті деп айта алмаймыз. Бірақ кезең-кезеңмен өту әлі күнге дейін жалғасып келе жатыр. Кезең-кезеңмен көшу 2024 жылы аяқталады толық. Сол кезде біз шын мәнінде үш буынды қылмыстық процестің жемісін көре бастаймыз. Бүгінгі күннің өзінде 1 жылға да жете қойған жоқ әлі пайдаланғанына. Соның өзінде үш буынды модельдің нәтижелерін көре бастадық. Үш буындыға әрі нақтырақ тоқтайтын болсам, өкілеттіктері нақты ара жігі ажыратылған дегенді қалай түсінуге болады? Полиция органдарын алайық. Олар бірінші қылмыстың жасалғандығы туралы немесе қылмыстық құқық бұзушылықтың жасалғандығы туралы хабарлама түседі ғой. Сол кезден бастап олар анықтайды. Оқиға болған жерге барып жауап алады. Әртүрлі дәлелдемелерді жинақтайды. Міне оның жауапкершілігі осымен аяқталады. Жинақталған дәлелдемелердің бәріне баға беретін прокуратура. Бұлар қалай баға береді? Ең негізгі құжаттар, процессуалдық құжаттар бар. Мысалға, күдікті деп тану туралы, немесе күдіктінің әрекетін саралау туралы, қылмыстық іс жүргізуді тоқтату туралы, немесе қылмыстық іс жүргізуді ұзарту туралы, мерзім, немесе үзу туралы, тағы да басқадай осындай негізгі процессуалдық шешімдерді тек қана прокурор қабылдайды. Бұрын үш буынды модельге дейін бұның бәрін тергеуші қабылдап келген. Тек қана ең соңында ғана прокурор қылмыстың бас аяғын бәрі шешіліп, бүкіл дәлелдемелердің бәрі жинақталып, айыптау актісі дайындалып, тек қана прокуратураға алып келетін. Прокурор сол кезде барып істердің мәнімен, мән-жайымен танысып, айыптау актісін бекітеді. Бұның өзі неге әкеп соғады? Қаншама процестер өтті, қаншама тергеу амалдары жүрді. Оның бәрінің ең соңына келгенде прокурордың мүдделі
болмайтын. Содан прокурор айыптауға кішкене иіліп, айыптау бағытын ұстайды. Өйткені қайтадан басынан бастау керек. Кейбір нәрселерге прокурор көз жұмады. Ол бірақ кейбір нәрсе бұл адамның тағдыры, адамның болашағы, адамның шынын айтса бостандығы. Оның бәріне прокурор кейде салғырттықта қарап, бәрі бірдей емес прокурорлардың. Кейде салғырттық қарайтын жағдайлар болды. Осының бәрін жою үшін міне әркімнің өкілеттігін, құзыретін шектеп қойды. Полиция тек қана анықтайды, дәлелдемелерді жинақтайды. Ал енді дәлелдемелердің өзіне баға беретін прокурор. Баға беріп, оны сотқа дейін жеткізуге бола ма, болмай ма? Сотқа өткізгенде прокурор арғай толық мойнына алады. Бұрынғыдай тергеушіге сілтей салмайды. Сот талқылау барысында осы 21 жылға дейін прокурорлар тергеушілерге сілтейді. Кейбір сұрақтарға прокурор жауап та бере алмайды. Міне осының барлығы осы 21 жылдан бастап мүлдем жоғалды деп айта алмаймыз. Бірақ осындай кемшіліктер, келеңсіздіктер қазір бірте-бірте жойыла бастады. Үш буынды модель бойынша, егер нақты прокурор істі қарап отырып, полициядан келген істің бір шикілігін байқаса, немесе белгілі бір дәлелдемелер толық емес деп есептесе, қайтадан қайтарып жіберуге өзінің құзыры бар, иә? Дұрыс айтасыз. Дәл сондай құзырды міне 2021 жылдың 1 қаңтарынан бастап заңды күшіне еніп, заңмен бекітті. Бірақ бұған дейін 21 жылға дейін болды оларда құзыр. Бірақ тек қана соңында, ең соңында айыптау актісін бекітер кез деген. Сол себептен мен жаңағыда прокурор құлық таныта бермейді. Қайтадан басынан бастауға, тергеудің бәрін. Қазіргі таңда прокурор қылмыс жасалды деген хабарлама жеткеннен бастап прокурор араласады тергеуге. Бірақ өзінің жауапкершілігі шектеулі. Ол тергеушінің ісіне араласа алмайды. Тергеуші іздейді. Мынау дәлелдеме болады деген айғақтардың бәрін жинақтайды. Оған ешкім қой деп айта алмайды. Оның барлығын бірақ прокурорға көрсетеді. Міне осында жатыр бұл ненің ерекшелігі. Прокурор мынауың былай, мынаны күдікті деп таба алмаймыз деп айтуы мүмкін. Өйткені бұны мынау қылмыстық процестің аясына тарта алмаймыз. Өйткені бұл адамға толық күдікті ретінде сіздің жинақтаған дәлелдемелеріңіз әлі жеткіліксіз. Сол себептен бұл кісіні күзетпен ұстауға, күдікті деп тануға біздің әлде де дәтіміз бармайды деп. Өйткені ертең жауап беретін прокурор. Сол себептен прокурор оңайлықпен оған көне бермейді. Осындай міне шектеулер бар әркімнің. Дәулетияр Бөрібайұлы, үш буынды модель кезінде сот екі функцияны жүзеге асырады. Ол қандай функциялар және орындау кезінде нені басшылыққа аласыздар? Кез келген дау-дамай болсын, қылмыстық іс болсын, нүктесін қоятын сот. Ал енді көптеген біздің азаматтар ойлауы мүмкін, үш буынды қылмыстық процесс моделінде соттың қандай қатысы бар деген сияқты, бұл тергеуге араласа ма деп сот. Әрине сот өздігінен тергеушіге, прокурорға тапсырма бере алмайды. Немесе сұратып белгілі бір дәлелдемелерді ала алмайды, өзі белсенділік танытпайды. Өйткені сот таразынан қызметін атқарады негізінен. Бірақ бұл жерде сіз жаңа атап өттіңіз, екі мәселені шешеді сот. Үш буынды модельде екі мәселені шешсек, біріншісі тек қана қылмыстық процестің орбитасына, аясына тартылған азаматтардан шағым түсу керек сотқа. Менің құқығым бұзылды, мені заңсыз, немесе жаңағы оның қорғаушыларынан белгілі бір тергеу амалдарын тергеуші жасамай жатыр, әрекетсіздік танытып жатыр. Немесе әрекет жасаса, заңсыз әрекет жасап жатыр деген секілді шағымдар келіп түседі сотқа. Міне тергеу соты деген түсінік қалыптасқан. Біраз уақыт өтті, тергеу сотының өміршеңдігі көрсетті. 3 жылдан астам уақыт болды қазір. Арнайы мамандандырылған тергеу соты бар. Ал жергілікті жерлерде, аудандық соттарда арнайы бір судьяға тергеу судьясы ретінде бекітілген, өкіммен бекітіледі. Сөйтіп ол тергеу судьясына жаңағы шағымдар келіп түседі. Қылмыс жасалды деген күннен бастап қылмыстық іс сотқа өткізілгенге дейін шағым келтіруге кез келген уақытта тергеу судьясына беруге болады. Міне бұл бірінші этапы. Тергеу судьясына қылмыстық процесс кодексінің 106 бабы бойынша келіп түседі. Сол 106 бабында бәрі көрсетілген. Сот не істей алады? Шағымды тексереді. Егер әрекеттердің бәрі заңсыз болса, заңсыз деп табады. Егер әрекетсіздік танытып жатса, оны әрекетсіздік танытып жатқан анықтап, ары қарай әрекетсіздігі заңсыз деп табылады. Әрекетсіздігі заңсыз деп табылса, ол ары қарай әрекет ету керек заңды бойынша. Сот бірақ бұл жерде жинақталған дәлелдемелерге
баға бере алмайды тергеу соты. Өйткені баға беретін болса ол дұрыс, немесе бұл дәлелдеме ретінде жіберуге болады деп өзінің пікірін білдіретін болса, онда соттың мәні бойынша қарала бастады деген сөз. Сол себептен оған ешқандай дәлелдемеге баға бермей, тек қана лауазым иесінің, тергеушінің немесе анықтаушының әрекеттерін заңды, заңсыз екен. Осылай бірінші осымен шешіледі. Екіншісі, қысқаша айтсақ, сот прокурордың да, тергеушінің де жасап атқан амалдарының бәрін заңды, заңсыз екеніне қадағалау жасап отыр. Прокурордың әрекетін де заңсыз деп тануы мүмкін. Немесе әрекетсіздігін заңсыз деп тануы мүмкін. Міне, сот осындай функцияны атқарады. Ал екінші функциясы өздеріңізге белгілі, ол сотқа келіп іс түседі. Ол сотқа оны прокурор бекітіп, бәрі жақсы, бәрі тамаша деп сотқа өткізеді. Сол кезден бастап сот талқылауы басталады. Сот талқылауында үкім шығарады. Немесе кінәсі бар деп шығарады, немесе кінәсіз деп шығарады. Міне бұл екінші функциясы, жаңа сіз айтқан екінші қызметі. Осы модель енгізілгеннен бері өзіңіз төрағалық етіп отырған аудандық сотта қанша іс қаралды? Нақты мысалдармен келтіре аласыз ба? Әрине келтіреміз, келтіруге болады. Мысалға, биыл 2021 жылы 9 айда бізде прокурордың әрекеті шағымданған жоқ. Тек қана тергеушінің әрекеті шағымдалды. Осы шағым бойынша 4 шағым түсті. Жылдың басынан бастап. Бұл аз, өте аз биыл. Бұның өзі сол жаңа 3 буынды модельдің әсері болуы мүмкін. 4 шағымның біреуі қанағаттандырылды, яғни шағым қанағаттандырылды, тергеушінің әрекеті заңсыз деп табылды. Ал 3-еуі бойынша қанағаттандырылған жоқ. Өйткені тергеуші заңның аясында, заңның көлемінде өзінің әрекетін жасады деп танылды. Биылғы жағдай. Ал енді өткен жылмен салыстырғанда, өткен жылы 106 баппен шағым келтірген 16 шағым түсті. Дәл осындай уақытта. 2 есеге азайып отыр. 16 шағымның жартысынан көбі қанағаттандырылды. Арыз берушінің, шағымданушының пайдасына шешілді. Сөйтіп, оны қанағаттандырған болатынбыз. Яғни, тергеушінің әрекеті заңсыз болды. Бір 2 шағым болды, әрекетсіздік танытқан жағдайлар болды. Соны әрекетсіздігін заңсыз деп танып, ары қарай әрекет етуіне жағдай жасауды сұрады. Ал прокурордың әрекетіне ешкім шағым түсірген жоқ. Бұл жағдайда бір айта кететін бір мәселе бар. Міне 2020 жылдың 2-ші жартысынан бастап жоғары соттың нормативтік қаулысында өзгерістер мен толықтырулар енгізіліп, бір бөлігіне жаңалық енгізілді. Сотқа шағым түскеннен кейін, жаңа 106 бап бойынша тергеушінің әрекетіне шағым түскеннен кейін 3 тәулікте прокурорға сот өз мүмкіндігімен прокурор осы мәселені шешуге мүмкіндік береді. Тергеушінің әрекетінде қандай заңсыздықтар бар, прокурор анықтайды 3 күннің ішінде. Сотқа түскен күнде де. Сөйтіп прокурор өзі шешіп, шын мәнінде заңсыздық болса, заңсыз деп танып, ары қарай әрекет етуіне бұйрық бере алады прокурор. Солсын жаңа түскен шағым өздігінен қараусыз қалдырылады сотта. Осындай тәжірибе қазір жақсы орын алып, қазір сот практикасында түскен шағымдардың бәрі қайта қайтарылып жатыр, немесе қараусыз қалдырылып жатыр. Өйткені прокурор түсініп, егер әрекетсіздігі немесе әрекеті заңсыз болып танылса, олар өздері шешіп жатыр 3 күннің ішінде. Бұның өзі қылмыстық процесс аясына тартылған азаматтардың құқықтарын тез арада бұзылуын жою. Бұның бәрі ұзақ уақытқа созылып кетті. Созбалаңға салып, әуре сарсаңға түспеудің жолдары ғой. Соның бәрін қарастырып, жоғары сот осы мәселенің бәрін түбегейлі шешіп жатыр. Тәжірибе дегеннен шығады, қашанда жаңа істі бастарда түрлі елдердің тәжірибесіне сүйенетініміз белгілі. Мынау 3 буынды құқық қорғау жүйесі әлем бойынша қолданысқа еніп кеткен баяғыда. Біздің моделмен басқа мемлекеттердің үлгісінде айырмашылық немесе ұқсастық бар ма? Осы мәселені мен енді шетелге шығып, олардың жүйесін зерттеген жоқпын өз басым. Қазір бұқаралық ақпарат құралдары бойынша, сіз айтып өткендей, бәрі демесек те көптеген мемлекеттерде осы 3 буынды модель қылмыстық процестің пайдаланыста. Біршама жыл өткен. Соның ішінде мынау бізге жақындау, біздің менталитетімізге жақын, ділімізге дейді ғой. Жақын Германия мемлекетінің 3 буынды моделін алдық біз, жақын болғаннан. Енді Украинада, Эстонияда, тағы да басқада елдерде бұл 3 буынды модель жүзеге асып жатыр. Біздің енді айырмашылығымыз, бізде прокуратура органдарының белсенділігі немістердің мемлекеттеріне қарағанда жаңа бәсеңдеу, белсенділік таныта бермейді. Бірақ осы 3 буынды модельді ары қарай жетілдіре түседі. Әлде де 2024 жылы аяқталады деп айттым ғой. Осы 24 жылға дейін Германия мемлекетінің тәжірибесі
бізге де толық көшуі мүмкін. Өйткені оларда жақсы азаматтардың бұзылған құқықтарын бәрі орнына қалпына келтіріп, халықтың сотқа деген, құқық қорғау органдарына деген, құқық жүйесіне деген сенімі өте жоғары оларда. Өйткені олар кінәсіз сотталып кетпейтіндігін олар нақты біледі. Өйткені құқық қорғау органдарына сенім артады. Ал біз дамушы мемлекеттерге жатамыз. Біздің құқықтық жүйе барынша дамудың үстінде, міне 2024 жылға дейін толық аяқталады. Енді бір күнде барлық мәселе шешілмейді. Түбегейлі деп айтайықшы, жүйеміз өзгеріп жатыр. Әсіресе осы қылмыстық процесс. Ал енді 2024 жылдарда қандай деңгейге жететімізді қысқаша айтып кетсем, сотқа том-том қылмыстық істер өткізілмейтін жағдайға жетеміз. Қазір мысалы бүгінгі таңда, әзіргі күнге дейін 21 жылда бізге том-том қылмыстық істің материалдары түседі. Бірінші судьяның қолына тиеді. Қылмыстық арбитраға тартылған күдіктінің немесе жаңа айыпталушының тек қана кінәсі дәлелденген құжаттар ғана болады. Айыптау актісі болады. Сол актымен бірінші судья танысады. Бастан аяқ. Бүкіл томын оқып шығады. Сот отырысы басталмай тұрып, соның бәрімен танысып шыққан кезде біздің биологиялық организміміз екені белгілі ғой. Біздің ойлау қабілетіміздің барлығы қанша дегенмен біз пендеміз. Оның бәрі айыптау жағына қарай ойысады. Әрине әдейі ауыспайды ешкім. Бірақ подсознание дейді ғой, адамның сана сезімінде сол өзі жазылып қалады, оны адам өзі де байқамай қалады. Адам болғаннан кейін. Болашақта бұндай том-том істер соттың жүйесіне әкеліп өткізілмейді. Бұл қалай болады? Тек қана сотқа бір жапырақ қағаз келеді. Айыптау қорытындысы деген. Онда прокурор өзінің ойын бәрін жазып, дәлелдемелерін бәрін сүйеніп, кінәсінің бар екендігін дәлелдеп, қысқаша жазып, ол өткізіледі сотқа. Айыптау актісімен қатар қорғау актісі өтеді. Оны дайындайтын қорғаушы, адвокат. Ол да өзінің ойларын нақты дәлелдемелерге сүйеніп, қорғау актісін дайындайды. Екеуі бірдей судьяның қолына түседі. Екеуімен бірдей танысады. Қылмыстық процесс кодексте көрсетілген мерзім ішінде танысып, сот талқылауында тағайындайды. Сот талқылауында сүйенген дәлелдемелерін бәрін, айыптау жағының, қорғау жағының барлығы да сол жерде сот процесі кезінде тараптар құжаттама түріндегі жазбаша бейне түсірілім болсын, бәрін сол соттың алдында сол жерде береді. Сол жерде әрбір дәлелдеме талқыланады. Бір жағына айыптау жиналса құжаттар, екінші жағына қорғаудың. Содан сот кеңесу бөлмесіне шығып, сол жерде өзінің вердикті шешімін айтады. Негізгі түпкі мақсат соған келе жатыр. Сіздің айтып отырғаныңыздың барлығы соңғы уақытта электронды формат жүйесіне көшудің де бір тәсілі ғой. Ол ең біріншіден уақытты үнемдеуге де, мынау істердің том-том болып жатып қалмауына жүктемені жеңілдетудің бір факторы деп айтуымызға болады ғой. Жалпы құжаттарды электронды форматқа ауыстыру жұмыстары өздеріңізде қалай жүзеге асырылып жатыр? 3 буынды модель қылмыстық процестің. Осының бәрін жүзеге асыру үшін, біздің ойымыздағыдай жүзеге асыру үшін, жаңа сіз айтып отқан цифрлық IT технологиясын бұнсыз жүзеге асыру өте қиын. Осыдан 10 жыл бұрын басталды. Бүкіл мемлекеттік органдар мен мемлекеттік мекемелерінің ішінде сот жүйесі бірінші болып бастады. Оның жемісін пандемия уақытысында да біз көрдік. Бүкіл әлемдегі соттар өзінің жұмысын тоқтатып жатқанда, дамыған мемлекет. Қазақстанда сот өзінің жұмысын тоқтатқан жоқ. Соның бәрі цифрлы IT технологиясының арқасында. Дереу арада ақпарат аласың. Дереу арада тіркелген журналдар, сот кабинеті деген бар. Арызыңды берсең, сот кабинеті арқылы бересің. Сот кабинетін ашсаң, судьяның барлық істеген әрекеттері, қандай процессуалдық құжаттар қабылдады, соның бәрі көрініп тұрады. Ол азаматтық жағынан. Ал енді қылмыстық процеске де дендеп еніп келе жатыр қазір. Электрондық қылмыстық істеген бар. 20 жылдан бастап бұл жүзеге енді. Қазір сотқа қағаз жүзінде түспейді істер. Қазірдің өзі 21 жылы қазір 30-40%-ға дейін көтерілді. Электронды түрде түседі. Электронды деген өздеріңізге белгілі, электронды құжат дегенді білесіздер. Оның бәрі сотқа төрелік бағдарламасы арқылы түседі. Сот тек қана электронды жүйесін ғана қарайды, дәлелдемелердің бәрі компьютер арқылы ғана көреміз біз. Бұның қандай ерекшелігі бар? Жаңа айтып өттім, 3 буынды модельді де енгізу. Бұның бәрі бүкіл мемлекеттік органдардың арасында ортақ бағдарлама бұл. Құқық қорғау органдары. Бұған өзінің жаңа доступ дейді, рұқсаты бар. Кіруге, қарауға. Мысалы, прокуратура тергеушінің, анықтаушының немесе кез келген әрекетін көріп отыра алады. Қандай дәлелдеме? Олар міндетті түрде қазіргі енгізілген өзгерістерге байланысты тергеуші бір дәлелдемені
немесе жаңағы оқиға болған жердің хаттамасын, болған оқиғаның орнын зерттеген кезде сол жерге хаттама дайын. Ол міндетті түрде компьютерға енгізілу керек. IT технологияның сол бір ерекшелігі. Ол енгізілгеннен кейін оны кейіннен жоқ қайтадан жасайын, мынау дұрыс болмады деп алып тастай алмайды. Өйткені ондай мүмкіндігі жоқ. Сол себептен бұл жерде дәлелдемелерді фальсификация дейді, жаңа ойдан шығаруға мүмкіндіктері болмайды. Ал ол айнадағыдай бәрі прокурорға көрініп отырады. Сол себептен прокурор әрбір әрекетін бақылай алады. 21-ші жыл біз соған қол жеткізіп отырмыз. Арғай дамып жатыр. Болашақта 100% электрондық түрде қылмыстық істер сотқа өткізілетін болады. 24-ші жылдардың былай қарай тек қана міндетті түрде айыптау қорытындысы мен қорғау қорытындысы түседі. Одан кейін қалғандардың бәрі біртіндеп судьяның алдындағы компьютерға түсе бастайды. Қазір сот залдарының барлығына төрағалық етуші, сот процесін жүргізіп отқан судьяның алдында да компьютерлардың бәрі орналастырылып жатыр. Жаппай барлығы орналасты деп айта алмаймын, бірақ енді жағдайға байланысты, қаражатқа байланысты барлық соттар болашақта қамтылады. Осы 22-ші жылдың соңына дейін сондай мақсат бар. Міне бұл жаңағы сіз айтқан цифрлы IT технологиясын оны жүзеге асырмай, біздің ары қарай 3 буынды моделіміз қылмыстық жүзеге аспайды деген сөз. Бұның бәрі бақылау. Тек қана бақылау, ешқандай құжаттарды ауыстыру, орнына басқа құжат салып жіберу деген ондай мәселелердің бәрі сонымен жойылады. Мынау IT технологияны енгізу соттардың ашықтығын қамтамасыз етеді, екіншіден сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға көп септігін тигізеді ғой. Жол бермейді. Белгілі бір құжаттармен орындарын ауыстыратын болғанда ол көрініп қалады. Оны жасыра алмайды. Электронды түрде енгізілгеннен кейін оны ауыстырудың мүмкіндігі жоқ. Жоқ. Сол себептен шешімді әбден ойланып, әбден солай болғанына көзіңіз жеткеннен кейін барып тергеуші де, прокурор да, сот та ең соңғы құжатын салады. Одан кейін оны өзгерту мүмкін емес. Бұл ең алдымен қарапайым халықтың сотқа деген сенімділігін күшейтуге де көп әсері бар ғой. Әрине, мысалға мына жерін айту кішкене естен шығарыппын. Мысалға бізде қорғаушы тарап, ол да басты рөлді атқарады. Бұнда тепе-теңдік айыптау мен қорғаудың арасында сәл болса да бұған дейінгі 20-шы жылдарға дейін қорғаушының рөлі сәл төменшік болатын. Заң түрінде жазылғанмен де көптеген әрекеттерді қорғаушы өз жүзеге асырамайды. Мысалға жауап алу мәселесі. Қорғаушы өздігінен жауап ала алмайды. Мысалға осы 21-ші жылдан бастап қорғаушыларға мүмкіндіктер беріліп жатыр. Өз алдына сараптама жасауға, өзінің ұсынымымен. Бірақ бәрі де қылмыстық процесс кодексте көзделу керек, соның шеңберінде ғана жүзеге асу керек. Тергеушінің қандай құқығы бар? Мұнда да дәл сондай қорғаушының құқығы бар. IT технологиясы арқылы қорғаушы кез келген құжатты көріп отырады. Ал бұрын қалай болды? Бұрын қорғаушы күтіп жүретін. Қашан бізді іспен таныстырасыз деп тергеуші. Тергеуші оған істі таныстыруға әділ ерте сіздерге. Ертең кел, арғы күні кел деп созбалаққа салатын. Сөйтіп қорғаушы ақыр соңында барлық істің материалдарымен айыптау актісі дайындалғанда ғана танысатын. Онда да 1-2 күн бойы парақтап отыр. Ал ендігі мынау IT технологияның арқасында қорғаушыға да рұқсат беріледі. Компьютер арқылы кез келген уақытта барлық дәлелдемелер, барлық процессуалдық құжаттарды Алғашқы кезеңінен бастап көріп отырады. Не істеп жатқан? Нені қайда салды? Протокол қай жерде қандай хаттама толтырды? Барлығын көріп отырады. Кімнен жауап алды? Қандай куәгерден жауап алынды? Ол не деп жауап берді? Барлығына қорғаушы көре алады. Бірақ оған арнайы рұқсат беріледі кіруге. Кез келген адам оған кіре алмайды. Көшедегі. Бірақ сол қылмыстық процестің аясына тартылған адамдар, олардың бәріне рұқсат беріледі. Олар көре алады. Әсіресе қорғаушылар. Дәулетияр Бөрбайұлы жаңадан қолданысқа енгізілген қылмыстық процестің 3 буынды моделін жан-жақты түсіндіріп бердіңіз. Қабылданған шаралардың нәтижесінде азаматтардың конституциялық құқығын бұзуға жол берілмейді. Хабарға қатысқаныңызға алғысымызды білдіреміз. Қадірлі көрермен қауым, осымен төрелік бағдарламасының бүгінгі хабары аяқталды. Эфирде келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.